Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен тағы да мен Айгерім Фуд. Менімен бірге осындай тәтті етті бәліш жасаймыз. Ол үшін бізге сары май 100 грамм, 3 қасық қаймақ, 10 жұмыртқа керек болады. Қалған рецепт барысында көре жатарсыздар. Ең алдымен ертілген сары майымызға тұз саламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамыздың біреуінің сарысын алып қаламыз біреуінің. Ол бізге пирогтың үстіне жағуға керек болады. Жақсылап араластырып, арғартай ұнымызды қосамыз. Ұнымызға 10 грамм разрыхлитель қостым, яғни қопсытқыш қосып алдым. Ең алғашында осылай қасықтың көмегімен сіздер де жасасаңыздар болады. Оның басын біріктіріп, осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Енді нанымызды тұндыруға холодильникке 15-20 минутқа немесе тоңазытқышқа салып аламыз. Ары қаратай салмасына сіздерде бір-ақ кесе фарш болса, жасай береміз. Міне 1 кесе фарш керек бізге, 2 орташа пиязды сақтап турап, 1 картоп қосып жіберсеңіздер де болады, немесе 2 қосып жіберсеңіздер де болады. Видеодағыдай 4 бұрыштап, қатты ірі қылмай, орташа қылып турап аламыз. Енді қара бұрышын салдық, татымына қарай тұзын қосып, кішкене сұйық май қосып, бәлішіміздің салмасын жақсылап араластырамыз. Қанған 2 қамырымызды біреуін үлкенірек, біреуін кішірек қылып алып, бөліп, жайып аламыз. Қамырымызды қатты қалың қылмаймыз, қатты жұқа қылмаймыз, орташа етіп жайып, дайын болған салмамызды ортасына салып, жан-жағына кетіп қалмайтындай қылып, жайып шығамыз әдемілеп. Енді келесі бетіне екінші кішірек қамырымызды жайып қойып, видеодағыдай мен секілді жасайсыздар, достар, түйеміз. Бәлішімізді түйіп болдық, ендігі ортасын пышақпен осылай кесіп қоямыз. Бәлішіміздің ортасын кесіп алдық, енді үстіне жұмыртқа мен сүт қосылған массамызды жағып, үстіне мак болса мак, кунжут болса кунжутты салып, 170-180 градуста, әркімнің пеші әртүрлі қызады. Мен 170 градуста пісірдім, 35-40 минутта бәлішіміз пісіп шығады. Осындай өте дәмді, сочный пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Описанияға барлық ингредиенттерін, құрамын жазып қалдырамын. Менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз, достар. Подписки бөліміне өтіп жазылып кетіңіздер. Лайк, комментарийларыңызды аямаңыздар. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Келесі кездескенше, достар, менің парақшамда тағы да керемет рецепттермен алдағы уақытта бөлісеміз. Подписки бөліміне өтуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.